Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын сүзбені дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бар болғаны сүт және айран қажет болады. Бүгінгі сүзбеге 3 литр сүт және жарты литр айранды пайдаланатын боламын. Ең алдымен сүтті қазанға құйып, отқа қоямыз. Баяу отта сүтіміздің қатты қызғанша күтіп тұрамыз. Бізге сүттің піскені қажет емес. Пісуге аз қалған кезде жарты литр айранды қозғап отырып, аз-аздан бөліп құйып отырамыз. Баяу отта іртіктері пайда болғанға дейін біраз қозғап тұрамыз. Енді бізде аз-аздап сары суы бөліне бастайды. Сары судың бөлінуін жылдамдату үшін қазанның қақпағын жауып 5-10 минуттай күтсек болады. Бірақ байқаңыздар, қазанның оты қатты болып кетпеу керек, себебі қатты қайнайтын болса, біздің сүзбемізде қатты болып қалуы мүмкін. Мінекей бізде сары суы бөлінді. Енді астын өшіріп, бетін жауып, шамамен 1 сағат, 1,5 сағат суытып алсаңыздар болады. Содан кейін видеода көрсетілгендей таза дәкеге салып, сары суының барлығы ағып кеткенше күтеміз. Оның үстін бастырып немесе сығудың қажеті жоқ. Өзі барлық суы ағып түседі және сүзбелеріңіз өте дәмді, жұмсақ болады. Бұл жерде сүзбеңіздің қышқыл немесе тәтті болуы қосылған айраныңызға байланысты. Менде тәтті айран, сондықтан өте тәтті сүзбе болып шықты. Егер де сіздерге менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ас болсын, сіздермен бірге болған Мақпал.